Ырысбала Экранбай қорды ашпай тұрып, былай деді халыққа. Қайырымдылыққа кіріскен кезде кілең халықтан ақша жинағыштар көбейіп кетті. Сол кезде айттым мен, айналайындар, садақа түгілі судың да, мына өлшеніп берген өмірдегі секундтың да сұрауы бар. Сұраңыздар, берген садақаларыңыз тиісті орнына жетіп жатыр ма? Көз жеткізіңіздер деп сол кезде мен зар қақсадым. Жылағанның көз ашшы, сөйлегеннің тіл ашшы деп. Сол уақытта ұнатпадыңыздар. Ойбай, шариғатта оң қолың белге бергенді сол қолың білмесің деген, енді сұрамаңдар деп ана ақша жинағыштарда. Неғып сұрамайды? Өзіңнің берген садақаң болса, оң қолың бергенді сол қолың көрмесі мақұл. А сен халықтың садақасын мойныңа арқалап жүрсің ғой. Мысалы. Сөйткен кезде бәріңіз талап жедіңіздер ғой мен. Ал не болды ал? Тәртіпке бағынған ел құл болмас дейді да. Бұл қайырымдылық жасауын дұрыс жасау керек. Қайырымын Алладан күту керек әрине, бірақ та тәртіпте болу керек та. Сонда садақа беретін жерлер де, сенімді жерлер де, ана қой терісін жамылып жүрген қасқырлар жоғалады да, сенімді жерлер ғана қалады. Енді өте керемет үндеу деп есептеймін. Өз басын өте дұрыс айтады. Судың да сұрауы бар. Берген қаражат қай жерге барды? Шынымен мұқтаж жанға барды ма? Әлде біреудің қалтасына кетіп қалды ма? Әлде біреу ол ақшамен бизнес ашып алды ма? Неге қайырымдылық жасайтын адамдар, өз ақшасынан емес, халықтың ақшасына қайырымдылық жасайтын адамдар неге халыққа есеп беріп үйренбейді? Сол сұрақты Ырысбала Экранбай сізге де қойғым келіп отыр. Енді кезінде өзіңіз айтыпсыз. Әй, сұраңдар деп. Енді біз сізден сұрап жатырмыз. Қайда есеп? Есеп қайда? Бір үйге қанша қаражат түсті? Сіз тем более айтып отырсыз. Ішкі кухнясын білгеннен кейін айтып отырмын ғой деп. Енді ішкі кухнясын шынымен де бірдеңке біліп тұрсыз ғой сіз енді осы сөзіңізге қарасақ. Әлде олай емес па? Енді сол ішкі кухняны біз де бір естіп біліп қалғанымыз бар енді осы теманы көтеріп жүргеннен кейін. Сол себепті сізге де осы сұрақты қойып жатырмыз. Қашан есепті бересіз? Неге есепті халықтан жинағаннан кейін ақшаны өз Каспи Голдыңызға? Неге халыққа бере салмасқа есепті? Өзім негізі Ырысбалаға ақша аударатынмын. Өзі күйеуім бар еді. Ешкімге мұқтаж емес едім. Қазір өзіме сондай нәрсеге мұқтаж болып отырмын. Үйге, басқаға деген сияқты. Күйеуім қайтыс болғаннан кейін. Ырысбала өзінің Сарыағаштан ба, Шардарадан ба соқтан ғой. Біздің ауылда 9 ағайынды бір семьяға үй әперді. Оның күйеуі қайтыс болған. Бірақ ешқандай үй жоқ, жағдайы нашар деп үй әперді да. Бірақ олардың ауылда үйлері бар еді. Олар 9 ағайынды. Олардың жағдайлары жетеді. Бәрінің жағдайлары жетеді. Бірақ сол жағдайы бар өзінің танысы ма, туысы ма, соған үй алып берді. Балнұр деген айыл Бәйдібек ауданынан барып көшіріп алып кеткен. Менің өзімнің бір сестрам күйеуі қайтыс болды да 8 баламен ба қалды. Соны жаздық біз Ырысбалаға. Ешқандай ответ бермеді, ешқандай жауап болмады. Или звондап сұраған жоқ, не жағдай, анау деп. Ол сестрамның күйеуі қайтыс болғаны телевизорда шыққан, ол андай ДТП болғанда қайынапасымен бірге қайтыс болған. Сөйтіп осы Шымкентке көшіп келді. Сонымен оған класстастары үй берді. Сол кезде жазғанбыз осы Ырысбалаға. Осындай деп. Бірақ ол ешқандай жауап бермеді. Соған қарағанда мен де ойлаймын, туыстары ма деп. Көбісі оралман, қалбақтар ғой негізі. Сенде вообще ақша жоқ па? Каспиде бар ма? Қанша бар? Так, мен саған 100 мың жібердім, халық банкке. Енді Каспиден қай номерге қанша жіберейін, соны айтшы. Бөле басыма 8 қазір бар ғой, жаман қырлайын деп жатырмыз ғой екеумізше бөлеше. Білен олар шығарып тастаған, төбесінен қарасаң, ай бос. Күрек нақыланнан біз емес. Манса сен жібердің ба? 1000 мешок алдық, одан кейін тағы 1000 мешок қостық, дұрыс па? Кейін қосын, конфет пешенеге қайтқан не қылдық? 1000 мешок алдық, кейін тағы 1000 қостық, я? 1000 қостық, я? 2000 мешок, 50 күрек, я? 200 перчатка, 100 шелек,
Батарейка алдық, одан кейін бачок алдық 85-тік. Дұрыс па? Я фонарик алдым. Фонарик қанша алдыңдар? 53-тік фонарик, е? Болды. 200 перчатка алдық, әйтеуір керек нәрсе ғой деп, су тартылғанша деп. Біздің жігіттер үстіп артылған ақшаны әкеп береді ғой, тиынын тиындай. Теңгесін теңгедей. Так. Одан кейін мына жерде бізде 443.220 теңгеге печенье, конфет, одан кейін не алдық? Пряник алдық.